Көк теңіз туралы аңыз. Қожуншы, шамшырақ туралы аңыз рас болды. Оның маңында айырылысқандар міндетті түрде қайта қосылады. Қайта қосылып, бір-біріне деген сүйіспеншілік пайда болады. Құттықтаймын, сен анаңды кездестірдің. Шунжи, апа. Шунжи. Шунжи. Кешір. Кешір мені. Кешір мені. Oğlum. Apаңды кешіре көр. Кешір мені. Кешір мені. Апаңды кешіре көр. Осы жерге келіп білген сөздердің ішіндегі ең жақсысы бақытты сәт деген сөз. Қазір бұл ең бақытты сәттердің бірі. Бірақ бұл өмірде үміт пен өкініш қатар жүреді. Уақытта өтіп жатады. Ал соңында бақытты сәттер болады. Сол сәттердің қай кезде орын аларын ешкім де білмейді. Ешкім де. Көк теңіз туралы аңыз. 16 бөлім. Жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Айтыңызшы.
Сендеші. Менде бәрі жақсы. Кешір мені. Кешірім сұрауды қойыңыз. Мен сені тастап кетпеуім керек еді. Әкеңнің ақшасы көп болғандықтан саған жақсы тәлім тәрбие береді деп ойладым. Шетелде білім алып, жағдайың жақсы болады дедім. Шетелде оқымасам да жағдайым жақсы. Жақсы адамдарды да кездестірдім. Жоғарғы сыныпта оқып жүргеніңде үйден кетіп қалыпсың ғой. Неге олай істедің? Шыдап жүруің керек еді. Өйткені сізді сағындым. Сізді қатты сағынған едім. Тез іздеп тауып аламын деп ойладым. Бірақ сізді қанша іздесем де таба алмадым. Ойға әртүрлі нәрселер келді. Сізді өліп қалдыма деп те ойладым. Сондықтан енді кешірім сұрауды қойыңыз. Осылай аман сау қайтып оралғаныңыз үшін көп рахмет сізге. Апа, сіз сондай кішкентай болып кетіпсіз ғой. Менің бала кезімде үнемі сіздің құшағыңызда болатын едім. Енді мен сізді күнде құшағыма алатын болам. Көп қиналған шығарсың. 10 жастағы баланың анасыз жалғыз өмір сүруі қиын ғой. Ұлым, көрмеген қиындықтарды көрдің, қатты жалғызсырадың. Ал мен болсам, мұның бірін де білмедім. Сондықтан енді ешқайда кетпеңіз. Алыста болсаңыз, ештеңе біле алмайсыз ғой. Сондықтан ешқайда кетпеңіз. Рас па? Шияның үйінде жұмыс істейтін апай Жунженің анасы ма? Иә, қазір ол екеуі сөйлесіп отыр. Ол кісіні жалғыз өзі деген Жунже ғана емес. Менде оның анасын іздемеген жерім жоқ. Бірақ ол кісінің көз алдымызда жүрген шынымен де білмеппіз ғой. Бұл әрине қуанышты жағдай, бірақ туған күн кешін қайтеміз. Түсініксіз болып кетті ғой. Иә, соны айтам. Сен неге дәл бүгінгі күнді таңдадың? Мен дұрыс күнді таңдаған соң, Жунже мен анасы осы күні кездесіп отыр ғой. Иә, дұрыс айтасың. Сен тек жақсы сөйлеуді ғана емес, ойыңды да жақсы жеткізуді үйреніпсің. Мана тәрелке босап қалды. Ай! Ай! Аяғым! Не болды? Ай, ештеңе? Сендерде дұрыс тамақтандырмайды екен. Басқа жерлерде барсаң, тәрелке мүлдем бос болмайды. Жегеніңді жей бересің. Түсінсем бұйырмасын. Бұл не болды екен? Бір жағдай болған сияқты ғой. Маңызды бір жағдай. Үш ұйықтап тұрсам да ойыма келмейтін еді. Бұл сенің үйің екенін білмедім ғой. Осы уақытқа дейін сіздің жасаған тамақтарыңызды білмей жеп келдім. Тек тамақтың дәмі ғана ұқсас деп ойладым. Тамақты сіз дайындады деген ой келмеді. Бұл кімнің үйі?
Менің жігітімнің, болашақ жігітімнің үйі. Жиеңнің қайынсіңілісі Чашия сенің кездесіп жүрген қызың беді, Не? Жоға, Шия университетте бірге оқыған досым. Шынымен ба? Сенің қызың чоң үй ғой, иә? Күлдің ғой. Ол саған найма? Бір жағдайларға байланысты оның басқа барар жер жоқ. Тағдыр деген өте қызық нәрсе ғой. Чоң үй маған бірнеше рет көмектескен болатын. Сөмкемді бір қарақшы алып қашқан кезде оны қайтарып берді. Көлік астынан да аман қалдым ғой. Көлік қағып кете жаздады ма? Чоң екеуің көлік келе жатқан кезде қашу керек деп ойламайсыңдар ма? Абайлап жүрмейсің бе, апа? Жақсы, түсіндім. Бірақ сен мұндай жақсы үйде қандай ақшаға тұрып жатырсың? Мен көп ақша жинадым. Бұл үйді жалға алдым. Сен екеуміз бірге тұратын болсақ, кез келген уақытта үйді сатып ала алам. Сондықтан ауыр жұмыс істеуді қойып, менімен бірге тұр. Сен қандай жұмыс істейтін едің, Жмынже? Жай, әртүрлі істермен айналсам. Үйге кірейік. Туған күніңмен. Туған күніңмен. Біздің Чинчоңи туған күніңмен. Туған күніңмен. Қане, тілек тіле. Тілек тіледің бе? Иә, тілек. Осы жерде Жунжемен бірге ұзақ әрі бақытты өмір сүргім келеді. Тілекті іштей тілеу керек қой. Тек сонда ғана орындалады. Дауыстап айтса орындалмайды. Рас па? Енді не істеймін? Бәр дұрыс, дауыстап айтсаң да орындалады. Шырақтарды сөндір. Жарайсың. Тоқтай тұр. Біз шырақты тағы бір рет сөндіріп көрейікші. Тағы не үшін? Құттықтайтын тағы бір қуанышты іс бар емес пе? Бүгін анаңды кездестірдім. Жарайсың. Бәрекелді. Тоқтай тұр. Арамызда құттықтайтын адам қалмады ма? Мен ағылшын тілінен 100 балл алдым. Онда сені құттықтау керек қой. Ендеше тағы бір шырақты жағайық. Саған ұнаған соң солай істеп отырсың ғой, иә? Иә. Қане, Шырақ жағайық. жағайық. Сіріңке қайда кетті? Юна, құттықтаймын. Құтты болсын. Тоқтай тұр. Тағы да ма? Болды, жетер. Не дейсің? Сен де келуің керек. Жоқ. Оның алдында не дедің? Естімедің бе? Жунже анасын тапты. Ол сенің үйіңде қызметші болып жұмыс істеген әйел. Өмірде мұндай да болады екен ау. Бұл сен үшін қайта жақсы болды емес пе? Бір үйде тұрған болсаңдар, жақсы тіл табысып алған шығарсың. Сондықтан тезірек кел. Тамаша мейрам болып жатыр. Бастауыш сыныптағы қызда, қайырша әйелде бәрі бар. Тез кел. Жарай ма? Енді қайттым. Кеттік. Үйіңе апарып салайын. Қолыңды бер. Сау болыңдар. Менің туған күніме келгендеріңе рахмет. Әпке, туған күніңмен. Аға, сені де анаңды кездестіруіңмен құттықтаймын. Иә, рахмет. Рахмет. Сау бол. Иә. Кешіріңіз. Маған сарқыт салынған сөмке бермейсіз бе? Қандай сөмке? Сарқыт салынған сөмке. Қонақтан қайтқан кезде әртүрлі нәрсе салып береді ғой. Қалған тамақты салып берейін бе? Мен 2 сағат бұрын дайындалған тамақты жемеймін. Түсінікті. Жолыңыз болсын. Ей, сен мұндай достарды қаяқтан тауып алғансың?
Басқа есі дұрыс достарың жоқ па еді? Неге? Олар жақсы ғой. Осы жерге келіп танысқан достарымның бәрі жақсы. Жунженің анасы да менің досым. Ей, менің анам неге сенің досың? Иә, біз доспыз. Көрдің бе? Доспыз дедім ғой. Егер анам сенің досың болса, мен кім болғаным? Бұл үйдегілер күннен күнге бір түрлі болып барады. Ханым, мен сізді қанша уақыт іздегенімді білсеңіз ғой. Сіздің бұрын тұрған мекен жайларыңыздың бәрін жатқа білем. Тіпті туыстарыңыздың бәрін таним. Солай ма? Ажырасқаннан кейін бірнеше жыл шетелде тұрдым. Ақшам біткен соң елге қайтып оралып, өзгелердің үйіне жалданып жұмыс істеп келдім. Сондықтан мен табу қиын болған шығар. О, көп қиындық көрген екенсіз. Қане, осы қуанышты күн үшін алып қояйық. Алып қояйық. Ханым, осындай қуанышты күнге де жеттіңіз. Бәрі жақсы болғай. Енді мен сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Каң Же Хён деген кісіні танисыз ба? Бір мектепте оқыпсыздар ғой. Каң Же Хён деймісіз? Иә. Ол кісіні танитын бедің? Оны неге сұрадыңыз? Менің бір шаруаларым бар еді. Каң Же Хён деген кісі туралы сұрастырып жүрмін. Ол кісінің жеке куәлігі тіркелмеген. Ол кісі туралы еш мәлімет жоқ. Мен оны танимын. Өте жақсы танимын. Рас па? Иә. Оны сен де танисың. Мен де танимын ба? Жунже, ол сенің өгей шешең. Не? Ол әйелдің есімі басқа ғой. Ол есімімді өзгерттім деді. Қазіргі есімі Каң Сохи. Есімін өзгертті ме? Есімін өзгерткен болса тіркеуде жазбалар болу керек қой. Бұл туралы хабарым жоқ, бірақ мектепте оның есімі Каң Же Хён болатын. Бұл рас. Каң Же Хён әлгі әйел болғаны ма? Не болды? Бірдеңе болды ма? Бұл... Жоқ, ештеңе болған жоқ. Не болды? Бір жағдай болды ма? Ханым, Мадойон дейтін қашқын қылмыскер туралы естідіңіз бе? Естіген сияқтымын. Біз қазір сол қылмыскерді аңдып жүрміз. Каң Же Хён мен Мадойонның байланысы бар сияқты. Түсінесіз бе? Қандай байланысы бар? Бұл енді... Болды доғар. Жоқ, ештеңе емес. Бір таныс тергеуші осы туралы сұраған болатын. Иә. Не істеп тұрсың? Үйде Жунженің анасы бар ғой, иә? Иә, үйде болыр. Ол кісі мен туралы ештеңе айтпады ма? Ештеңе? Не айту керек еді? Ештеңе. Үйге кірмейсің бе? Тео, мен ішімдік ішуге барасың ба? Сенмен бірге ішкім келмейді. Ішімдік ішейік деймін. Сен мені қаншалықты жақсы көретініңді білмеймін. Бірақ бір сөзден ақ мені жек көріп кететіндей етейін бе? Мен біздің үйде қызметші әйелдің Жунженің анасы екенін біліп жүрдім. Ендеше неге айтпадың? Мен ол кісіге айтпаған сөздерім жоқ. Сондықтан ол екеуміздің арамыз өте нашар болатын. Бірақ Жунженің анасы екенін кейіннен білдім. Мен қалайда ол кісімен ара қатынасымызды жақсартқан соң барып Жунжеге айтпақшы болдым. Ал енді кеш. Жунже бұл шындықты білген соң менімен енді дос болғысы да келмейтін шығар. Маған кет дейтін болары. Мен жаман қыз екенімді білем. Енді не дейсің? Осы әңгімемді тыңдаған соң маған деген сезімің суыған шығар,
қайта маған рахмет айтуың керек. Менің Жунжиге деген сүйіспеншілігімнің мүлде жоқ болғанын қалар едім. Бұл қолымнан келмеген соң қиналып жүрмін. Сондықтан сен де мен сияқты қиналмасын деп айтып отырмын. Маған деген сүйіспеншілік сезіміңнен арыл дегенім ғой. Міндетті түрде арыл. Иә, анамның айтуынша Кang Ji-hyun менің өгей шешем екен. Егер ол кісінің Мадайоңмен әлі де байланысы бар болған болса, демек Мадайоң өгей шешеңнің айтуы бойынша сені аңдып жүр деп ойлайсың ба? Бірақ не үшін? Сені не үшін өлтірмек? Хо Жунжи оңбаған ол кісіге қандай жаман бір нәрсе істеген болар? Әкемнің мұра бойынша өсиеті заңды түрде бекітілді. Енді барлық мұра менің және анамның атына жазылады. Қазір менің ойыма келгені бұл мұраға қатысты мәселе. Мұра деймісің? Сені өлтіретіндей мұраның соншалықты көп болғаны ма? Не? Ей, сен тағы да алдап тұрсың ғой. Менен жақсылық күтпе. Сенің әкең бай адам беді? Не? Рас па? Иә, қазір маңызды ма? Бірден тергеуге алса болмай ма? Нақты айғақсыз тергеуге ала алмаймыз. Біз ол кісіден күдіктеніп жүргенімізді білдіріп қоюымыз мүмкін. Сондықтан сақ болуымыз керек. Алдымен айғақтарды іздеп табайық. Уақыты келді. Бұл оның ісі. Күтіп отыратын уақыт жоқ. Не істемек ойың бар? Өз бетімше әрекет етем. Айғақтарды іздеп тауып, оларды әшкерелеймін. Бақытына орай, ол сәлде болса өз бетімен демала алады. Бұл жағдай науқастың өкпесін жасанды желдету кезінде болған сияқты. Жүрек тоқтауынан аман қалғаны жақсы болды. Ол бір рет өлім аузынан қайтты. Тағы да осындай жағдай қайталанады. Ол есін жиған соң бұрынғыдай өмір сүре ала ма екен? Науқастың жағдайын айтар болсақ, аксондардың диффузиялық зақымдануы ғой. Мұндай жағдайда барлығы болуы мүмкін. Кейде науқас кенеттен комадан шығып кетуі мүмкін. Бізге мидың қызметтері қалыпқа келу жүйесі белгісіз, сондықтан біз бұл жағдайды таңғаларлық жағдай деп санаймыз. Шынымен де бұл таңғаларлық жағдай болғанын қалар едім. Не болды, балам? Менің туған әкем әлгі адам ба? Мадайоң ба? Рас па? Жауабын естің келе ме? Иә. Сені түсінсем бермасын. Чехион, саған ештеңе білудің де, істеудің де қажеті жоқ. Сәл шыдасаң, мен сен үшін бәрін істеп беремін. Неменеге қайта-қайта сұрай бересің? Өйткені мен ондай адамның ұлы болғанымды қаламайым. Мен ешқашан өзімді күн сәулесін көре алмайтын жәндік сияқты сезінгім келмейді. Хүйең, менің сыңар әпкем болатын. Екеумізді де бір себетке салып, балалар үйіне беріпті. Менің сыңарымды жақсы отбасы асырап алған. Ал мен сорлы отбасына түсіппін. Әкем ішімдік ішсе болды, қолын алып жүгіретін. Анам да бір мүсәпір еді. Бұл кедейліктің соңы көрінбеді. Алдағы күнімде бұлыңғыр. Тіпті мұндай жағдайда мен бір нәрсені түсіндім.
Мен білмеймін. Әкем әдеттегідей ішімдік ішіп келіп ұйықтап қалды деп ойладым. Бірақ таңертең оянсам, Жарайды, жылама. қымбаттым. Мені бұлай тастап кеткенің қалай? Мен енді қалай өмір сүрем? Адамдар әлсіздерге сенетін болса керек. Мен соны өз қаруым ретінде қолданып, қазір осы күнге жеттім. Өте қиын, әрі ауыр жол болды. Я солай. Чехион, сенің өмір бойы қиналып жүргеніңді қаламадым. Мадеон болсын, Хойюл Джун болсын, оларды жай ғана қысқа жол деп біл. Сол қысқа жолмен жүрде күн сәулесін көре алатын жарыққа шық. Жарыққа шықты, гүлдей құлпырып өмір сүр. Бар болған осы. Осы ғана ғой. Үйге дейін шығарып салғаның үшін рахмет. Шия. Шия, Иә, мен ойлана келе, сені ұнатуды доғарам деп шештім. не? Бір шешімге келдің бе? Иә, шешім қабылдадым. Солай тез бе? Солай ма? Жақсы болған екен, дұрыс. Сондықтан сен де Жунжеге өз сезіміңді білдір. Қазіргі жағдайда ма? Қалайша олай істейм? Сезімімді білдіремін деп ендігі әрі көре алмайтын болсам ше? Ал осылай өзіңді қинап жүргеннен не пайда? Кеттім. Не? Қалайша ол оп-оңай осындай шешім қабылдады? Солай болғаны жақсы да шығар. Иә, сондай жағдай болды. Бүгін осында түнеп ертең барам. Солай деңіз, ұлыңызбен кездестіңіз бе? Қайта қауышқаныңыз жақсы болған екен. О, құдайым-ай, қалайша кездестіңіздер? Бағана айтқаныңды қайта айтып берші. Нені? Жунженің өгей шешесі мен Мадионның арасында қандай байланыс бары туралы. Мұны сен неге сұрап отырсың? Мадион Жунже екеуіңізге кесірін тигізбек болды ма? Мадеонның өмірінде тек бір ғана әйел болды. Ол Кang Ji-hyun. Сол әйелге қатысты көп сұрақтар бар. Оны асырап алған отбасы мүшелері миокард инфаркты, өзіне қол жұмсау, жол апатынан қайтыс болды делінген. Алдыңғы екі күйеуі де көздері көрмей қалғаннан қайтыс болды. Біреу ауруханада, екіншісі жол апатынан. Менің не айтып отырғанымды түсінбеген боларсың. Жоқ, бәрін де түсіндім. Соңғы күндері жаңалықтарды жақсылап тыңдап жүрмін ғой. Не десек те, Кang Ji-hyunның баласы болуы да мүмкін. Бірақ ол туралы еш мәлімет жоқ. Егер Кang Ji-hyun Жунженің өгей шешесі болса, онда әлгі Чихён деген Жунженің ағасы. Сол әйелдің баласы да болуы мүмкін. Саған не болды? Жай. Жунже көп қиындық көрді ғой деген ой келді. Иә, көп қиналған болар. Ол үйінен кеткен кезде бақытына орай мен кездестірген дұрыс болды ғой. Әлгі отбасы шынымен де өздері біртүрлі болатын. Тағы да бірдеңе біліп жатсаң маған айтшы. Сенің білгеніңнен қандай көмек болушы еді? Сол күні хауызда қандай да бір жағдайдың болғаны анық. Бір рет жылаш.
бір рет жылаш дейді. Мен неге олай дедім? Көз жасы. Көз жасы. Бұл менің бөлмем. О, қандай әдемі. Әрі жайлы. Әрине. Менің сүйікті ақымақ қызыма. Менімен бірге болу үшін көп қиындықтардан өттің. Сол үшін саған рахмет. Енді әп-әдемі аяқ киім киіп, тек жақсы жерде жүргеніңді қалайым. Мәссаған. Мәссаған. Керемет. Сен әйтеуір біздің үйге келдің ау. Бұны саған Жүнже сыйлады ма? Чоңи, ұлымның жанында болғаның үшін саған көп рахмет. Рахмет, жаным. Сізге де рахмет. Жүнжеге қайтып оралғаныңыз үшін алғысым шексіз. Ал егер қандай да бір жағдай болып, Жүнженің жанында бола алмасам, сіз әрдайым оның жанында болуыңыз керек. Әрдайым. Не? Қандай жағдай болуы мүмкін? Жай айтқаным ғой. Жүнже, сыйлығыңа рахмет. Ұйықтамай не істеп жатырсың? Бүгін туған күнім болса да, сенің түріңді жөнді көре алмаған сияқтымын. Есікті аш. Түрімді көрдің, енді тыныш қана ұйықта. Жақсы ма? Туған күнде міндетті түрде ерінен сүйеттеп теледидардан айтқан еді. Төмен түс. Не? Туған күнім болған үшін ернімнен сүйесің бе? Не? Мен дайынмын. Ей, сені ме? Ей, мұның не? Ей, сабырсыз су перісі. Сен өткен жол романтика, махаббат деп жүредің, барған сайын ұятсыз қылықтар көрсетіп жүрсің. Мұның не сұят? Бұл не, әзілің бе? Мен өткен жолы өзіңе ескертіп айтайын деп едім. Түнде ұйықтарда көп ойламашы. Жарай ма? Басымдағы шуылдан есім адаса жаздай. Біреудің ойын тыңдап ұятсыз екенсің. Тыңдайын деп тыңдады дейсің бе? Менің де тыңдағым келмейді. Сен қоймай сөйлей берген соң, маған да естіледі. Мен саған бірнеше рет айтқанда шығармын. Көршілердің шуынан көп қабатты үйден жер үйге көштім. Сенің гүгу әңгімеңнен түні бойы көзіле алмайым. Сонымен көршім менің. Түнімен ұйықтай алмайтын болдым деп мені сөгу үшін шақырдың ба? Жоға. Енді? Сені құшағым алғым келеді. Бүгін жүрегің жақсы соғып тұрма жоқ па, соны білгім келіп еді. Бірақ жүрегің жай соғып тұрған сияқты. Шын ба? Жүрегім жақсы соғып тұрған сияқты.
Енді жақсы соға бастады. Менің сондай таңғалғаным тіпті түнде көз ілмедім ғой. Қалай, ұлыңыз үлкен азамат болып па? Иә, үлкен азамат бол. Жақсы болған екен. Енді ұлыңызбен бірге өз үйіңізде шат-шадыман өмір сүретін болдыңыз ғой. Керемет болыпты. Мен ол үйде не істеймін? Ой, Алайда Жунже өз орнын қайтару керек. әңгімені бастап алып, қайда кетіп барасыз? Ас әзірлемейін бе? Асты әзірлеп қайтесіз, керек емес. Бүгін жай ғана тамаққа тапсырыс берейік. Онан да бастаған әңгімеңізді жалғастырсаңызшы. Қане бір кеседен шай ішіп отырып әңгімелесейік. Сіз кофе ішесіз бе? Кофеге қалай қарайсыз? Қара өрік шайы. Иә, қара өрік шайы жақсы. Қара өрік шайы. Қара өрік шайы қайда тұрушы еді? Тоңазытқышта. Иә. Екінші сөресінде ғой, екінші сөресінде. Жоқ, ол жерде емес, ішкі жағында. Иә. Мен тауып берейін бе? Жоқ, керек емес. Міне таптым ғой. Мен шай әзірлей алмайды деп едіңіз? Қымбаттым, сен де келдің бе? Саған айттым емес пе? Апай өз ұлымен қауышыпты. Иә, құтты болсын. Иә, рахмет. Бірақ неге сіз... Күнде суық, көліксіз азық-түлік алуға базарға барсаңыз шаршап қаласыз ғой. Күйеуімнің бүгін демалыс күнін пайдаланып, азық-түлік базарына барып қайт деген болатынмын. О, құдайым, ыңғайсыз болды ғой. Не болды? Бірдеңе дұрыс емес пе? Көкөніс балғын емес сияқты. Еттің майы да көп екен. Өй! Осылай боларын біліп едім. Сені базарға да жіберуге болмайды екен, Кешіріңіз, базарда қолыма түскенін алып едім. Жоға, ештеңе етпейді. Ер адам болған соң мұндай жағдай болады ғой. Өй, сені ме? Бұл кісі шаршайтын болды ғой. Кешіріңіз, енді не істедім? Сені ме? Иә. Шия? Иә, кіріңіз. Жунженің менің ұлым екенін сен біліп жүрдің ғой, иә? Мен мұны айтқым келген. Енді Жунжеге бұл туралы айтасыз ба? Жоға, айтпаймын. Жунже екеуің жақсы дос екенсіңдер. Рахмет саған. Алдағы уақытта да дос болып қалуыңды сұраймын. Иә, әрине солай болады. Анашым, рахмет сізге. Анашым дегенің не? Бұрынғыдай апай деп айта бер. Ал еді демала ғой. Жарай ма? Бұл кісі күлімсіреп айтты ғой. Ал мен неге өзімді бір түрлі сезініп тұрмын? Жунже екеуміздің арамызда осылай бөлмек болғаны ма? Әкем қайда? Сіздер бара беріңіздер. Бұл хо директордың туған ұлы ма? Білмедім, солай сияқты ғой. Мұнда неге келдің? Ол осы жерде ме? Демалысын пайдаланып, Гавай аралдарына кетті. Гавайде. Ол жерде жүргеніне біраз болды ғой. Әкем тамақты талғап жейтіндіктен, қандай маңызды іс болса да шетелде бір аптадан ұзақ жүре алмайтын. Жунже, сен мұнымен не айтқың келіп тұр? Саған сенбеймін дегенім. Әкеме қамқор бол деген сөзімді қайтып алам.
Бізге осы кісінің елге кіріп шығу туралы ақпарат керек. Есімі Хоэл Жун. Жеке куәлік нөмірі 58-110. Жоқ екен. Әкең елден шыққан туралы мәлімет жоқ. Соңғы 6 айда Гавай аралдарына да басқа елге де мүлдем шыққан емес. Оның қазір Кореяда екеніне сенімдімін. Намду, бір шаруа шығып тұр. Иә, қандай шаруа? Қай жерге баруымыз керек? Қазір, 1 минут. Кімді тонау керек? Менің әкемнің үйін. Не? Бұл әзілің бі? Әкемнің үйін тонайым дегенің не, ақылға қона ма? Жақсы. Ол үйге кіріп айғақ болатын заттар іздеп таптық делік. Бірақ әлгі Кан Сохи деген әйел қандай жауыз адам екенін өзің де білесің ғой. Бәріміз ұсталып қалып тордың ар жағынан бірақ шықпаймыз ба? Алло. Мен де көмектесем. Не? Қалайша? Жунжының әкесінің үйін тонауға көмектесем. Бәрін естідің бе? Жоқ, керек емес. Бірақ сен әлгі Хо Чи Хён деген жігітті танимысың? Ал Жунженің анасы Кан Сохиді бұрыннан біледі. Жоқ, болмайды. Егер Жунже біліп қойса, қатты ашуланады. Онда білдіртпей істегенге қалай қарайсың? Не болды? Менен қандай көмек қажет? Кан Сохиға не істеуім керек? Айтыңызшы. Шамамен 2 сағаттай оның үйіне жібермей ұстап жүре аласыз ба? 2 сағат деймісіз? Кан Сохи өргөкірек әйел ғой. Қарапайым жиындарға бара бермейді. Оны үйінен шығарып алу оңай болмайды. Бірақ мұның бір амалы бар. Үйінен шығудан басқа амалы қалмайды. Не? Жинжу? Менен басқа бәрін шақырды деймісің? Иә, өзі сол жиында бір керемет жаңалық айтамын деген болатын. Жалған сөз шындықты жеңе алмайды деп сондай бірдеңе айтты. Олай ел ақылынан адасқан екен. Қайда? Жиын уақыты мен орнын айт. Сізге бұл жиын туралы айтпасын деп маған өтініш айтқан еді. Менен естігеніңізді айтпаңызшы. Түсіндім деймін. Жиын қайда өтетін айт. Ұйықтап жатырсыз ба, әке? Дәрінің әсерінен бе ұйқым келе береді. Сен ішімдік іштің бе? Иә. Әке, тек мен ғана сіздің ұлыңыз болсам болмай ма? Сонда мен сізді соңына дейін қорғап, қамқор болар едім. Сізге міндетті түрде Жунже керек пе? Мен де мұны жаным ауырған соң айтып отыр. Мен Жунжеге сіздің ауырып қалғаныңыз туралы бірнеше рет хабарлап айтып едім ғой. Ал ол болса, сізді іздеп те келмеді. Ол маған: "Бұл сенің әкең. Өзің қара" деген. Әке, Жунженің соңғы кездері не істеп жүргенін білесіз бе? Ол нағыз алаяқ. Адамдарды алдап ақшаларын алып жүргенін білдім. Сонда да сізге міндетті түрде Жунже керек пе? Сен массың. Бар да демал. Иә, әке. Бір сепкеннен бірден жою тұтынушылардың 100% таңдауы.
Бәрі дайын ба? Иә. Сен мына түріңмен қайда барасың? Ал сен ше? Мен бе? Менің бір істейтін жұмыстарым бар. Иә, біздің істейтін жұмысымыз бар, Чоңи. Сау бол, кездескенше. Қыста мына киіммен тоңбайсың ба? Тым қысқа қой. Барда ауыстыр киіміңді. Мұның несі қысқа? Ей, көйлегі сондай қысқа емес қой. Сонда да тым әдемі ғой. Барда киіміңді ауыстыр, бар жүгір. Өй, сен де бір қоймайды екенсің. Естідің бе, киіміңді ауыстыр. Солай ма? Тым әдемі ме? Иә, бүгін тым әдемі көйлек киген бір түрлі болар. Ей, біз бұл жерді бір апта бойы көзілмей бақыладық. Хочихион да бүгін кеш келеді дедің ғой, иә? Иә, ол жағын сұрастырып білдім. Тез қимылдайық. Жақсы, кеттік. Бұл істегеніміз дұрыс па білмедім, бірдеңе болса мен сендерді танымаймын. Заңсыз ештеңе істеп жүрмеңдер. Абай болыңдар. Олыңды бір әскерге жібергендей болдың ғой. Бір рет сеуіп, бірден құрт құмырсқадан арыл. Бұлайда неге ерте келдіңіздер? Иә, үй құмырсқаларына арналған дәрінің мерзімі тек 15 күнге ғана жарамды ғой, сондықтан дәріні жаңалап ауыстыруға келдік. Бізге көңіл аудармай жұмысыңызды істей берсеңіз болады. Қоңырау шалғаныңызға рахмет, бір қуанып қалдым ғой. Чихион, шынымды айтсам сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Не сұрамақсыз? Мадион деген кісіні танисыз ба? Мадионға сіздің және анаңыздың қандай қатысы бар? Соны айтыңызшы. Мұны не үшін сұрадыңыз? Мадион үнемі бізді аңдып жүр. Ол неге олай істеп жүргенін білмеймін. Бірақ егер оның сіздің отбасыңызға қандай да бір қатысы болған болса, бәлкім сіз оны тоқтата аласыз ба дегенім ғой. Кешірерсіз, мен ештеңе істей алмаймын. Өйткені ол адамға менің ешқандай қатысым жоқ. Апай. Әдетте үй құмырсқалары осындай бұрышта жүреді. Апай, қараңызшы, бер келіңіз. Сізге түсіндіріп берейін, апай. Келіңіз. Құрт құмырсқаларға арналған дәрі-дәрмектерді 10-ға жуығын осы жерге және тарақанға қарсы 10-ға жуық дәрі-дәрмекті мына жерге септік. Ал, енді залалсыздандыруды бастаймыз. Бұл не? Бұл не өзі? Ой, мына жерге не болған? Бұл есек құрттың іздері емес пе? Апай, мына қара дақтарды көріп тұрсыз ба? Көріп тұрсыз ба? Міне қараңыз. Бұл деген... Иә, есек құрттың тезегі ғой. Оларды қанша уласаң да, жер үйде тұратындар бұдан қашып құтыла алмайды.
қымбаттым. Бұл сен ба? Чихён? Бұл сен бісің? Бұл кім? Телефоныңызды іздедіңіз бе? Әке. Жунже. Мұнда не істеп отырсыз? Жунже, бұл сен ғой, ә? Бұл жерде не бітіріп отырсыз дейм? Мұна түріңіз не? Алдыңызда тұрған ұлыңызды да көре алмайсыз. Осындай жағдайды бастан кешу үшін анаммен ажырастыңыз ба? Маған әдейі суық қабақ таныттыңыз ба? Не болды екен? Апай. Мына жерді қараңызшы. Әдетте құрт құмырсқа кілемнің астында жүреді. Қазір бөлмені қарап келейінші. Апай, мен әлі түсіндіріп болған жоқпын ғой. Бұл жерден кетейік. Қайда? Қайда болсын кетейік. Бұл үйде қалуыңызға болмайды. Неге кетуім керек? Бұл үйде қалатын болсаңыз, сізге бір жағдай болуы мүмкін. Бұл менің үйім. Менің үйімде маған не болуы мүмкін? Нам жүргізушімен болған жағдайға да, сіздің қазіргі мына жағдайыңызға да, барлығына өгей шешем кінәлі. Сенің қазір бұл үйге қалай кіргеніңді білмеймін. Сіздің таңдауыңыз дұрыс болмады. О бастан дұрыс таңдау жасамадыңыз. Бұлай айтатындай сен кімсің? Бұл менің таңдауым. Бұл менің өмірім. Мен қателік жасаған жоқпын. Мен бақыттымын. Көзімнің сәл нашар көретін алға тартып, сіздің таңдауыңыз, сіздің өміріңіз қателікке толы демексің бе? Көзіме ота жасатсам болды. Денсаулығым болмаған соң ота жасата алмай отырмын. Ота жасатқан соң... Сіз қазір көз алдыңызда тұрған мені ғана емес, мүлде ештеңені көрмейді екенсіз. Өміріңіздің қыл үстінде тұрғанын, ол туралы ойлағыңыз да келмейді. Өкінішті, әке. Өгей шешеңді соншалықты жек көремісің. Ол мейірімді әйел. Әлі күнге дейін бөлмеңді таза ұстап, сенің оралуыңды күтіп жүр. 17 жыл бірге тұрып келдік қой. Мен оны жақсы білем. Сен не білуші едің өзі? Каң Сохидің шын есімі Каң Джихён. 2 рет тұрмыста болды. Оның 2 күйеуінің де көздері нашар көріп, біреуі жол апатынан, ал екіншісі бүйрек қабынуынан қайтыс болды. Сіздің осындай жағдайға тап болуыңыз жай ғана кездейсоқ десеңіз де, айғақтар мүлдем басқаны көрсетеді. Өтінем, әке. Бұның бәрі өтірік. Сенгіңіз келмесе, сенбей-ақ қойыңыз. Бірақ мен сізді жалғыз қалдырып кете алмайым. Күштеп болса да сізді алып кетем. Жүріңіз. Жүріңіз. Жүріңіз, әке. Жібер! Жібер, сен алаяқ! Енді келіп алып, әкеңе өтірік айтайын дедің бе? Ей, оңбаған неме! Жоғарғы қабаттан шулаған дыбыстар естілді. Өздерін залалсыздандыру орталығынан келдік деп таныстырды. Бірақ әке деген дауыстар естіледі. Жақсы түсіндім, апай. Қазір үйге барам.
Әкемнің ешқайда шықпауын қадағалаңыз. Қандай да бір жағдай болса, бірден полицияға хабарлаңыз. Мені бүгін шақырған себебіңіз осы ма? Жунже қазір біздің үйде жүрген сияқты. Кешіріңіз. Бүгін сізді үйіңізге шығарып сала алмайтын сияқтымын. Сау болыңыз. Мен сенің естелігіңнің бәрін өшіремін. Сонан соң тұтқындаласың. Тіпті есіңе ештеңе түсіре алмасаң да, тозақ отында күйгендей болып, істеген қылмыстарыңның жазасын аласың. Бұл адам емес пе? Адам өлді! Адам өлді! Адам өлді! Бұл шынымен де су перісі ғой. Оны өлтірсеңдер де ұстаңдар! Ұстаңдар! Сехуа! Ол екеуінің жағдайы жақсы, ауырмай сырқамай бақытты өмір сүрді. Әп-әдемі балалары көп болды. Ұзақ әрі бақытты ғұмыр кешіп, бірге қартайды. Тағы да өтірік. Тағы да өтірік айтты. Он 16 бөлімнің соңы. Фильм Шахар телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.